Қалай көлікпен қозғалу керек механикамен соны көрсетіп жатырмын. Достар, дұрыстап толықтай тиянақты қараңдар деп. Өйткені механикамен жүрген өте қиын, емтиханда тапсырғанда да өте қиын болады. Сондықтан толықтай қарап, осы видеоны обязательно лайкты басып, комментарий жазып кетіңіздер. Достарыңызды белгілеп кетіңіздер, механикамен жүре алмайтын. Вождениеға міне бірінші сабаққа келдік. Ең бастысы, сіздер көлікке отырғанда ыңғайлы болу керек. Ол үшін толықтай артқа қарай шегініңіз, осы дұрыстап отырыңыз. Қолыңызды алдыға қарай созыңыз. Мына руль дөңгөлегіне қол білезігі жақын болу керек. Онда кішкене алдыға қарай тартыңыз. Әне алдыға қарай тарттық. Енді қолыңызды алдыға қарай қойыңыз. Созыңыз. Вот осындай положенияда сіздерге ыңғайлы болады көлікпен жаттығуға. Енді педальдарына келсек, сол аяғыңыз цепленияда, оң аяғыңызбен сіз тормоз және газды басасыз. Сосын аяғыңыз толықтай поликқа тиіп тұру керек та, табаныңыз. Оң аяқпен газ, тормозды ғана басамыз. Ары қарай қазір сіздерге коробка передачаны түсіндіреміз. Міне бүгін бірінші сабаққа келді. Міне бауырымыз қазір механика коробка передачаны түсіндірейін деп отырмын да. Мысалы, мына бізде нейтралка бізде халысы ход болады өзі. Газды бассаң да машина жүрмейді, жай ғана оборотты көтеріледі. Солға қарай толықтай тартсаңдар, мына сурет пайда болады. Оңға қарай тартсаңдар, мына сурет пайда болады. Міне. Енді көбісі бірінші передачаны дұрыс салады да, екіге салған кезде төртке кетіп қалады. Неге олай болады? Өйткені сіздер осы нейтралканың суретіне қарайсыңдар. Мысалы, бірге саламыз, енді екіге салу үшін нейтралкаға қоясыңдар да жібере саласыңдар. Сонда мына араға тұрады. Көрдіңдер ма сурет бойынша? Енді екіге салу үшін толықтай солға тартасың да, астыға төменге қарай түсіреміз. Енді қараңдар, екіге нейтралкаға салдық та жібере саламыз. Ол қайда келді? Мына араға түсті. Енді үшке салу үшін әрине алдыға қарай итереміз. Қайтадан, толықтай сіздер тек сурет бойынша нейтралкаға қоясыздар да, осы жерге келетінін білесіңдер. Исходный положение осы жерден уже передачаларыңызға қоясыз, сонда шатаспайсыңдар. Енді педальға келсек, бізде 3 педаль бар механикада. Сол жақтағы педаліміз бізде цепление, ол скорость ауыстыру үшін арналған, тормоз тежегіш тоқтау үшін, газ бізде жылдамдықты көбейтеді. Енді көбісі педальді дұрыс баспайды. Негізі тек сол аяқпен ғана цепленияны басасыңдар, оң аяқпен тормоз и газды басасыңдар. Шатастырып алмаңдар. Кейбір жүргізушілер сол аяғымен цепление және тормозды басады. Ол дұрыс емес. Шатасып, ертең ДТП-ға түсуі мүмкінсіздер.